Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерге бүгін лакомканың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте жұмсақ әрі балғынды болып шығады. Ең алдымен менің YouTube парақшама тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецептермен бөлісемін. Ең бірінші қамырын елейтін боламыз. Ол үшін жылы сүтімізді және өлшеніп алған шекерімізді 1 шай қасық тұз және дрожжды қосып жақсылап араластырып аламыз. Кейін 2 жұмыртқа керек болады. 1 жұмыртқаны толықтай қосып, екінші жұмыртқаның сарыуызын алып қаламыз. Лакомканың бетіне жағуға керек болады. Яғни 1 ақуызын қосып, сарыуызын бөлек ыдысқа алып, ол сарыуызды холодильникке қойып қоямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, ұн илегіштен өткізе отырып қосатын боламыз. Ең алдымен қасықпен араластырамыз, кейін алақанмен икемдеп өте жұмсақ қамыр елейміз. Қамырдың басы бірге бастағанда бөлме температурасында өте жұмсақ болып тұрған сары майымызды қосып, қамырды елейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Енді қамырды ыдысқа салып, немесе пакетке орап, бөлме температурасында 2 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше кремді дайындайық. Ол үшін ең бірінші сүтті газға ысытып қойыңыздар алдын ала. Кейін өлшеніп алған шекерімізге 1 жұмыртқа, 1 ас қасық толтырып кукурузный крахмал. Егерде крахмал болмаса, 1 ас қасық ұн қосып жасасаңыздар болады. Кейін барлығын венчикпен араластырып алыңыз. Осы массаға сүтімізді араластыра отырып қосамыз. Ең бірінші барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін миксердің көмегімен айландыра отырып ыстық сүтімізді қосатын боламыз. Кейін осы массаны 1-2 минут миксерлеп болғаннан кейін қайта сол ыдысқа қойып, газға, орта отқа қайнататын боламыз. Және арасында венчикпен араластырып тұрыңыздар, себебі түбі жабысып немесе күйіп қалуы мүмкін. Қамырға аз мөлшерде ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырдың өлшемі 10 см-дей болуы қажет. Қамырдың бетіне күнбағыс майын жағып шығамыз. Қаласаңыз, кәдімгі өзіміздің сары майды қолдансаңыздар болады. Кейін қамырды бір-біріне бүктеп, пергамент қағазына орналастырамыз. Және басқа да әдісі бар. Қамырды қалың қылып жайып, қалыңдығы 1 см-дей болуы қажет. Және қамырдың өлшемі 10 см болуы қажет. Кейін қамырды 2 бөлікке бөліп, пергамент қағазына орналастырып пісіретін боламыз. Лакомканың бетін пакетпен жауып, бөлме температурасына жарты сағатқа демалдырып көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтерілгенше кремімізді дайындаймыз. Толыққанды суып болды. Енді бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, 2-3 минутта жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін кондитерлік мешокқа салып, холодильникке салып қойсаңыздар болады. Лакомкаларымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді бетіне алып қалған сарыуызымызға аз мөлшерде сүт қосып, араластырып, лакомкалардың бетіне барлық жеріне жағып шығамыз. Тұрған пеште 160 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Біздің лакомкаларымыз толыққанды суып болды. Енді арасына кремімізді жағып шығамыз. Барынша кремі көп болса, ол соншалықты дәмді болып шығады. Өте жұмсақ, үрмелі болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай менде 2 түрлі лакомка, біреуі бүтін, екіншісі бүктеліп жасалған. Бүтін лакомкаларды пышақтың көмегімен өзіміз кесіп аламыз.
Ал енді дәл осы лакумкамызды өзіңізге ұнайтын майдаланған жаңғақ түріне батырып алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай крем өзінің формасын өте күшті, керемет ұстап тұр. Өзім дәл осы рецептпен жиі қолданамын. Пирожный, торттарға, эклер, көптеген басқа да тәттілерге дәл осы рецептте қолданамын.